Қазан төңкерісі және Қазақстанда кеңестер өкіметінің орнауы. Құрметті оқушылары, бұл тақырыпта Қазан төңкерісінің жүзеге асуы нәтижесінде уақытша өкімет құлап, кеңес өкіметі орнауының ерекшеліктеріне, Түркістан автономиясының және Алашорда өкіметінің жариялануы және олардың қызметіне тоқталамыз. 1917 жылға қарай жалпы ұлттық дағдарыс пісіп жетілді. Өйткені уақытша өкімет ұлт саясаты мен аграрлық мәселені толық шеше алмаса, ал империалистік соғысты тоқтатпады. Сондықтан халық наразылығы күшейіп, 1917 жылы 25 қазанда қарулы төңкеріс жүзеге асып, уақытша өкімет құлатылып, нәтижесінде кеңес өкіметі орнады. Кеңес өкіметі орнаған сәтте аса маңызды жер мен бітім туралы тарихи деректерді қабылдады. Аз уақыттан кейін шығыстың барлық еңбекші мұсылмандарына үндеуі мен Ресей халықтары құқықтарының декларациясы жарияланды. Декларацияда халықтардың теңдігі мен егемендігі, өзін-өзі билеуге құқылы ұлттық және діни артықшылықтардың жойылғанын жариялады. Ал Қазақстанда кеңес билігін жақтаушы большевиктер партияның қатарына Сәкен Сейфуллин, Тұрар Рысқұлов, Арғыншиев тағы басқалар жұмысшылар мен шаруаларды, солдаттарды Қазан төңкерісінің жеңісі жолындағы күреске топтастырды. Осылайша 1917 жылы қазанда кеңес өкіметі ең алдымен Перовскіде орнаса, Қарашада, Әулиеата, Черняев қалаларында және Қазақстанның оңтүстігі мен солтүстігінде де орнады. Сондай-ақ Орал қаласы үшін ауыр жағдайда, яғни азамат соғысы жылдарында ғана кеңес өкіметі орнады. Сөйтіп 1918 жылы сәуірде Ташкентте Түркістан өлкесінде Түркістан автономиясы кеңестік социалистік республикасы құрылғандығы жарияланып, оған Сырдария мен Жетісу облыстары енді. Сонымен кеңес өкіметінің жеңуіне байланысты жаңа өкімет органдары ұйымдастырылса, ірі өнеркәсіпті банктерді және кәсіпорындарды мемлекет қарамағына алу жөнінде декреттер шығарды. Ал қазақ, ұйғыр, орыс еңбекшілері арасында қатынастарды жақсартуға Абдолла Розыбакиев зор үлес қосты. Осы кезеңде кеңес билігінің орнап жатқанына қарамастан, Түркістан мен Қазақстанда ұлттар өзін-өзі билеуге ұмтылды. Мәселен, 1917 жылы 22 қарашада Қоқан қаласында жаңа мемлекеттік құрылым Түркістан автономиясы деп аталып, ислам мемлекеттік дін ретінде жарияланды. Ал басшысы министр, төраға және ішкі істер министрі Мұхамеджан Тынышпаев болды. Кейіннен мұсылман өкіметі жойылды. Сонымен қатар қазақ халқының ұлттық тәуелсіздігі мәселелерін көтерген алаш зиялылар болды. Яғни 1917 жылы 21-26 желтоқсанда Орынборда өткен жалпы қазақ екінші съезінде қазақ халқының автономиясы Алашорда өкіметінің құрылғандығын жариялады. Алашорда кеңесінің мүшелігіне 25 адам сайланып, төрағасы болып Әлихан Бөкейханов сайланды. Ал Алаш партиясы бағдарламасы 10 бөлімнен құралып, Қазақ газетінде жарияланады. Орталығы Семей қаласы болды. Осылайша Алаш зиялылары ұлттық бірлікті жандандырып, қазақ халқының дамуының балама жобасын ұсынды. Өйткені отаршылдық езгідегі халқымыздың ғасырлардан бергі шешілмеген мәселелері, әбден пісіп жетілген наразылығы бүкіл қазақ жерін, оның халқын бір тұтас мемлекет құруға бағыттады. Ал большевиктер болса, Алашордамен тіл табысу жолын қарастырмады. Ел ішінде әртүрлі саяси күштердің билік жолындағы тайталасы басталды. Мәселен, 1918 жылы наурыз-сәуірде Орынборда кеңестердің Торғай облыстық бірінші съезінде Қызыл армия бөлімдерін және жергілікті өкімет органдарын құру туралы шешім қабылданып, осы съездің қаулысымен Алашорданың орталық органы Қазақ газеті жабылса, ал 1918 жылы наурызда
қазақ депутаттары кеңестерінің Ақмола уездік съезі Алашорда автономиясын теріске шығарған қарар қабылдады. Сонымен қорыта айтқанда, Қазан төңкерісі нәтижесінде орнаған кеңес үкіметі алға қойған міндеттерді орындауда өзін-өзі орнықтыру үрдісін асығыс жүргізіп, ішкі қорларды барынша ортақтандыру мақсатымен күшке сүйенді. Елде пролетариат диктатурасы, революциялық күштеу, мемлекеттің жаңа үлгісі арқылы социализм орнату туралы түсініктер орнықты. Ал 20 ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалыс өзінің даму барысында қазақтың ұлттық мемлекеті Алашорда өкіметін құруға алып келген еді. Қозғалыстың негізгі өзегі қазақ халқын отарлық езгіден азат ету, автономиялық ұлттық мемлекет құру еді.